Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз өсімдік мүшелерінің қызметімен танысамыз және өсімдік мүшелерінің қызметін сипаттаймыз. Суреттерге назар аударайық. Өсімдік әлемі сан алуан екенін білеміз. Өсімдік мүшелерін еске түсіріп көрейікші. Өсімдік бөліктеріне нелер жататын еді? Бөліктеріне тамыр, сабақ, жапырақ, гүл, жеміс жатады. Өсімдік гүлінің орнына жеміс пайда болады. Жемістердің ішінде тұқым болады. Қазір балалар, мына сандықшаның ішінде қызықты сұрақтар бар сендерге арналған және бүгінгі тақырыпқа сәйкес. Өсімдіктің бөліктері белгілі бір қызмет атқарады. Оның қызметін басқалары орындай алмайды. Сабақ өсімдікті ұстап тұрады. Ол су мен қоректік заттарды басқа бөліктерге өткізеді. Өсімдіктің тамыры топыраққа бекиді. Сабақ өсімдіктің жер бетіндегі бөлігі. Онда жапырақтар, гүлдер мен жемістер орналасады. Ал балалар, келесі тапсырма алдарындағы тапсырманы былай орындаймыз. Мінекей, өсімдік мүшелері: гүл, жеміс, сабақ, жапырақ, тамыр. ендеше тыныс алады, су өткізеді, суды сіңіреді, әдемі де хош иісті, тұқымды қорғайды. Ендеше қазір үзік сызықтармен байланыстырамыз. Тапсырманы әрі қарай орындаймыз. Балалар, қазір бөлме гүлін алып, зерттеу жұмысын жасаймыз қазір. Мына ортада тұрған бөлме гүлдерінің сабағын стакандағы суға салып зерттеп көреміз. Сабақтан, жемістен, жапырақтан, гүлден, тұқымнан тұрады. Түсінбеді, қазір нысана әдісі бойынша өздерінің түсінгендерді түсінбегендерің жайлы тақтаға әкеліп, алдарындағы парақшаларды әкел іле бойыңдар жазып.